Саламатсыздарбы құрметті 4-ші сыныптың оқушылары, мен бүгін сіздерге 4-ші сыныптың математика сабағынан 17-ші сабақпен таныстырып, соған сәйкес есептердің шығарту жолдарын көрсетіп беретін боламын. Бірінші есепте көп таңбалы сандарды қалай оқу, жазу және салыстыру керектігін түсініп білемін дейді. Яғни сол бойынша тапсырма берілген. Сандарды жаз дейді. Берілген сандарды жазып шығамыз. Мыңдар класының 5 бірлігі. Демек, мыңдар класында қанша 5 бірлігі? Ол дегеніміз 5000. Мыңдар класындағы 5 бірлігі ол 5000. Келесі миллиондар класының 48 бірлігі. Демек 48 миллион деген сөз. Мыңдар класының 500 бірлігі. Ол 500 мың деген сөз. Мыңдар класының 500 бірлігі ол 500 мың. Миллиондар класының 702 бірлігі. 702 миллион. 205 бірлігі деп тұр. Ол деген сөз 205 миллион деген сөз. Міне. Келесі тапсырма, яғни екінші тапсырма. Салыстыр дейді. Шамалардың мәндерін салыстырып көреміз. 2-ден 1 сағат дейді. 4 минут, 20 минут. 20-ға 4-ті қосамыз, 24 минут болады. 2-ден 1 сағат дегеніміз, яғни 1 сағатты 2-ге бөлеміз деген сөз. Ол деген сөз 30 минут. 30 минут пен 24 минут салыстырамыз, әлбетте 30 минут үлкен болады. Демек 2-ден 1 сағат үлкен екен, 4 минут пен 20 минуттың қосындысынан. Келесі 20 минутты 3-ге көбейтеміз. Ол 60 минут. 60 минут пен мынау 2-ден 1 тәулік болу керек. Мына жерде 1, мына жерде 2 болады. 1 тәулікте 24 сағат бар. 24 сағатты біз қаншаға бөлеміз? 24-ті 2-ге бөлеміз. Сонда 12 сағат. Әлбетте 12 сағат деген үлкен бұл жерде. Келесі 1000 дециметр кубты 20-ға көбейтеміз. 4-ті 5 метр кубқа көбейтеміз. Дециметр куб пен метр кубтың, яғни ара қашықтығын білетін едік. 20-ны 1000-ға көбейтсек 20 000 дециметр куб. 20 000. Келесі 4-ті 5-ге көбейтсек 20 метр куб болады. Енді есімізге түсіруіміз керек. 1 метр кубта қанша дециметр куб бар еді? 1 метр кубта 1000 дециметр куб бар еді. Демек, мына жерде 20 шықты көбейткенде ол 20 000 дециметр куб деген сөз. Екеуінде де тең болды. Демек, орта тең деген сөз. 5 гектарды 10-ға бөлдік. 5 арды 2-ге көбейтсек, мынау 10 болады. 5 гектарды 10-ға бөлсек, 1 гектарда қанша ар бар еді? Яғни есімізге түсіреміз. 1 гектарда қанша ар? 100 ар деген бар еді, естеріңде болса. Демек, 5 гектарда 500 ар деген сөз. 500 арды бөлеміз 10-ға. Сонда 50 ар шығады. 5 арды 2 көбейтсек 10 ар болды. Әлбетте 50 ар үлкен, яғни сол жағы үлкен болады. Келесі тапсырма. Сандарды оқы, тапсырмаларды орында, шыққан нәтижедегі сандарды өсу ретімен жазып шығыңдар дейді. Мына жерде 538 667 деген сан берілген. Бірлік мыңды 2 есе кемітпейді. Бірлік мың дегеніміз міне мынау. Мыңдықтағы бірлік 8. Қанша 2 есе кемітсек, бұл жер 4 болады. Сонда 534 667 деген сан пайда болады. Ондық мыңды 1-ге арттыр дейді. Ондық мың дегеніміз мынау жер 8. Оны 1-ге арттыр десе, демек бұл жер 9 болады. Сонда 597 483 болады. Ондықты 4-ке арттыр дейді. Ондық дегеніміз мына жерде тұр. Яғни 4-ке арттырсақ 7 болады. 974 279 болады. Жүздік мыңды, яғни жүздік мың деген 3-ке кеміт дейді. 3-ке азайтсақ 1 болады. Сонда 112 мың деген жауап шығады. Бірлікті 5 есе арттыр дейді. Бірлікті. Демек, бірлікті 1-де тұр бірлікте. 5-ке көбейтсек 5 шығады. 800 705 деген сан шықты. Енді өсу ретімен орналастырып шық дейді. Яғни бірінші жазылатын ең кішкентай сан жазылады. Бірінші сан мынау болады. Бірінші жазылатын. Яғни мынау сан. Одан кейін екінші сан, одан кейінгісі мынау болады.
Одан кейін мынау 3-ші болып жазылады, мынау 4-ші болып жазылады, мынау 5-ші. Жоқ, ең кішкентай мынау болып тұр. 0 деп қойына. Ең басында 0 болып мынау жазылады. Одан кейін 1-ші жазылады, 2-ші, 3-ші, 4-ші жазылады. Осы тәртіппен жазамыз, сонда өсу ретімен жазылған болады. Келесі тапсырма. Берілген сомалар, яғни балалардың қайсысының әмияндық ақша көбірек, әрқайсысының ақшасы қалай санаған жазып көрсетті. Бұл жерде, яғни мына жерде қанша көрсетіп тұр? 5 болса 5, 10 болса 10. Соның барлығын қосу ретімен жазасыңдар, теңдеп жауабын шығарасыңдар. Мына жерде де қосасыңдар, барлығын теңдеп жауабын шығарып, салыстырасыңдар. Қай біреуінде көп, сол біреуін көрсетесіңдер көп деп. Келесі есептеудің, яғни дұрыс есептедің бе, тексер, қателерді түзет дейді. Мына жерде қателер бар ма, жоқ па, соны тексеріп шығуымыз керек. Қосу берілген, 4-ке 6 қостық 0. Мына жаққа 1 қосып берем деп 1-ді көрсеткен. 4-ке 5 қостық 9 болды, жаңа 1-ді қостық 10 болды, тағы 0. Мына жерге 1 қойып бет. 5-ке 3 8, оған 1-ді қостық 9 болды, 4 3 1. Мынау дұрыс екен. Келесі 7-ге 3 0 болды. Мына жаққа 1 қосып береміз, 10 11 болады. 1 тағы 1 қосып береміз, 10 11 болады. Тағы 1 қосып береміз, 11 12 болады. 2 түседі, тағы 1 қосып береміз, 9 10 болады, 0 болады. Тағы 1 қосып береміз, 2. Дұрыс екен. Азайту. 4-тен 7-ні азайта алмаймыз. 1 қарыз алып береміз, 14. 14-тен 7-ні азайтсақ 7. 9-дан 4 азайтсақ 5. 9-дан 5 азайтсақ 4. Мына жерден 1-ді алып қойғанбыз. Мына жақтан 1 әкеліп береміз, 10. 10-дан 6-ны азайтсақ 4. 9-дан 9 азайтсақ 0. Мына жерде 6 қалған. Бұл дұрыс екен. Келесі, мынаған 1 қарыз әкеліп береміз. Жоқ, қосу екен. Демек, қосу болса, бұл жерде, мына жер қосу ғой. Қосу берілген, я? Егер қосу болса, дұрыс емес мынау. Қосу берілген. Егер азайту болса, онда басқаша шығады. Негізі мына жерде қосу көрсеткен. Қосу көрсетсе, мынаны қосып шығамыз. Сонда 6, 9, 9, 9, мына 15, 5 болады. 1-ні мына жаққа береміз, сонда 5 болады. Қосқан кезде осылай жауап шығады, яғни қосу. Егер азайту деп берілсе, азайту кезінде мына 10 болады, 6-ны азайтамыз, 4 болады. Мына 9 болады, 0 болады, 9 болады, 0 болады, 9 болады, 0 болады. Мына жерден 1 алып бергенбіз, 7 болған, одан 7-ні азайтсақ 0 болады, 4 болады. Егер азайту болса, осындай жауап шығады, қосу болса, жаңа көрсеткен жауап шығады. Соған мән беруіміз керек.